іштей тоқтады. Енді Аллаға шүкір. Почти 2 ай дайындалдық, дұрыс па? 2 ай мынау бапкерге де бапкер керек деген сөз бар ғой. Әр бапкер баламен жұмыс жасаған кезде тағыдайдан Ернұрдың жасы менен почти 10 жастай кіші, 7-8 жас кіші. Бірақ залға келген кезде қандай сен положение, авторитет, сен всегда оқушы боласың да. Ойбай мен өзім залым бар, білесіңдер бәріктен. Мен жекпе-жекке тәкаппарланып өзім залымда дайындалсам болады едім, мысалы. Көмекшілерім бар, бапкерлерім бар. Мен жоқ, маған нағыз бапкер керек, мен тәртіп ұстану керекпін, бапкердің айтқанын істеу керек деп, өздеріңе белгілі қазақ елімізде менмін деген Аллаға шүкір бапкерлердің бірі, қаншама жігіттерді дайындап, тек қана бокс емес, ММА бар, басқа спорт түрі бар, боксерлар бар, бәрін дайындап, өзі шығарып жүрген азамат. Одан бөлек тағы да айтайын деп жатқан Дәулет бауырыма рахмет, Алла разы болсын. Почти 1,5 ай, 2 ай бойы осы спарринг партнер Дәулет бар. Одан Руслан Мадиев деген бауырымыз олға Барселонаға дайындалып жатыр. Әйтеуір аямады мені, ұрындар дедім. Аузымнан да, мұрнымнан да, құлағымнан да қан шыққанша енді ұрды. Аллаға шүкір ертеңгі күні бізде тәжірибесі болады деп ойлаймын. Бізде спарринг партнер деген сөз ол бағалану керек. Мысалға Америкада, Европада әр спарринг партнерға әр раундына ақша төлейді. А бізде сондай құрмет көрсетілмейді. Бізде қазақша анан шақырсат, мынан шақырсат, сонымен без внимания. Бұл жұмыс, бұлардың жұмысы, бұл менің жұмысым, бұл бапкердің жұмысы. Сондықтан менен кішігірім енді әке саламатсыз ба? Мынау жекпе-жегімізге өте аз уақыт қалды. Мен ертең арғы күні 1-2 күнде Алматы қаласына шығам. Ернұр бауырым жанына үшін Алла разы болсын. Осыншама дайында. Сенің залың ортақ зал болып, менің үйім болып бұлда қаншама еңбегіңді сындырып, күнделікті 2 жаттығуымды жасатып, бабыма келтіріп, ұмытқан нәрселердің бәрін еске түсіп, қаншама нәрсе мен сенен үйрендім. Сондықтан Алла разы болсын бауырым. Кішігірім енді біз қазақпыз ғой. Қазақ болғандықтан үлкенім еді. Сенің үстіңе шапан бауырым. Киіп ал. Енді қазір современный шапандар осындай екен. Осындай екен. Осындай. Любой жерде киіп жүрсің де, жұма намаз, анау жарасып кетті. Сондықтан мына шапан Дәулет бауырыма иншалла. Дәулет бауырым табылды. Бізде шапандар үйге мода қойып қояды ғой, беріп алады. Ана киіп жүре бересіңдер де, 22 наурыз ама мешітке. Сосын менен кішігірім естелік, Дәулет бауырым ертең жекпе-жектен кейін аман есен келем. Құдай қаласа өзіңе тағы да ақшалай бір қолыңа ұстатады иншалла. Жоқ, мен бір ескерткіш, бұл саған ескерткіш. Әке гонорар қайда? Сенің гонорарың, Алла амандық берсін, еңбек ақың, өзіміз келіскендей, бірақ үстіне мен саған айтқан қосып берем деп. Сон қосып беріп саған, бауырым. Бауырым жанын айтайын. Еңбегін ақтала берсін, үлкен Құдай қаласа чемпиондар залынан шыға берсін. Мен өте қуаныштымын. Енді Алла амандық берсе бір 4-5 күнге қалды жекпе-жекке. Алла берсе до конца енді өзің алып шығасың, өзің Құдай қаласа жасайсың. Үлкен рахмет. Себебін жасадық енді. Әрекет бізден Алла шешіп қойды ғой енді, әрекет жасап отыр енді. Сондықтан жәндермен үлкен рахмет, Дәулет бауырым рахмет, үлкен рахмет, Ернұр бауырыма рахмет. Ернұр бауырым тағы да бір айта кетейінші, көп сөйлеймін өзім негізі. Боксерлар көп сөйлейді. Айтайын деп отқанмын, Ернұр бауырымыз екенбіз бір қаладанбыз ғой, Таразданбыз. Бұны айтайын деп отқанмын. Ең бірінші мәрте мен профиге боксқа Санкт-Петербургқа 2018-де, 19-да ма, сол кезде бірге барғанбыз. Сонда бұл бапкерлік жаңадан бастап келеді. Тағы да айтайын деп отқанмын, біз бұлай ара қатынасымыз көрінбе, Алла тағала сүйікті пенделердің басын қосып қояды. Арамыз былай салам папаламайтын, көрген жерде амандасамыз бұл. Мені жекпе-жектің арқасында екеумізді аға іні ретінде, бапкер ретінде басымызды қосып қойды. Енді арамыз алхамдулилля былай боламыз да иншалла. Бірге ауызбіршілігіміз мықты болса береке болады. Сосын тағы да бір айтарым, жастарға айтарым, 2 ай бапкер болды маған.
бапкерлердің еңбек ақысын ешқашан жемеңдер. Мына көп спортшылар жеткен жетістіктерін Қазақстан чемпионатынан бастап Қазақстан чемпион болғандарын, әлем, Азия чемпионы, Олимпиада чемпионы болғандарын ол ең бас 99% бапкерге байланысты. Менің Құдай қаласа ертеңгі жеткен жеңісім ол 99% мына жігіттің арқасы. Мені үйреткені, шыдамдылығы, маған үйреткені 1% ол менің тек қана мынау характерім бар, мінезім бар, жалқаулық тәртіпке бағынғаным бар, соның арқасы. 99% бапкерге байланысты. 2 ай мен дайындады, мен бұның еңбек ақысын бағалап, бүгін алдына басымды иіп келіп отырмын. Мына сендердің қастарынан бокс жасайтын жігіттер 2 ай емес, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл жүреді қастарында. Вот сондай бапкерлерді лақтырып кетіп жатқан шәкірттер бар, мен естіп жатамын. Бапкерлеріңді ешқашан тастамаңдар, әрдайым алақанда ұстаңдар, бірге болыңдар. Әке, бапкер деген ол екінші әке, соны ұмытпаңдар. Алла бұйырса, жеңістер иншалла бізден. Алла қолдайды, аман болайық. Дұрыс па? Тренировка бастайық енді. Соңғы спарринг. Молодец.